Қайырлы таң, қымбатты көрермендер, біз бүгін жас мүсінші Дәурен Досмағамбетовтің жеке көрмесінде қонақтамыз. Мүсіндеме өнері ғасырлар бойы дамып келе жатқан сала. Дәурен қазақ халқының батырлық тарихын бейнелеген, ұлттық мүсін өнерінің негізін қалаушылардың бірі саналатын танымал мүсінші Төлеген Досмағамбетовтің ұлы. Өнерлілер отбасында дүниеге келген жігіт әкеден қалған құндылықты жалғастырушы саналады. Бұл менің жеке көрмем. Осы көрме арқылы соңғы 20 жылдағы өз шығармашылығымды қорытындыладым. Алдарыңыздағы бөлімде 10 жыл бұрын жасалған жұмыстарым қойылған. Олар керамика мен қоладан жасалған. Соңғы 2 жылдың ішінде дайындаған мүсіндерімді де көрермен назарына ұсындым. Шығармашылықпен айналысқаныма ұзақ уақыт болды. Негізгі бағытым монументалды мүсін жасау. Мен Қазақстан Республикасындағы бірнеше ескерткіштердің авторымын. Мүсіншінің өзгелерден ерекшелігі оның жұмыстарының ішінде періште, әйел образдарының жиі кездесуінде. Бұл туындылар арқылы автордың ішкі жан дүниесіне терең бойлауға болады. Мүсіндеу ісі өте күрделі сала. Композиция жағынан материалмен жұмыс істеу кезінде ерекше төзімділікті талап етеді. Белгілі мүсінші Дәурен Досмағамбетовтің кеңістіктегі мүсін атты көрмесі өтіп жатыр. Берілген көрмеде мүсіншінің 30-ға жуық жұмыстары қойылған. Жалпы мүсіншінің шығармашылығы ерекше. Соның ішінде қазіргі заманауи адамдардың өміріне, қазіргі заманның өміріне ерекше мән береді. Соның ішіндегі мысалы мысықтың бейнесіндегі аш мысықтың мүсіні қазіргі заманауи адамдардың образын береді. Яғни аш көз өз-өзін ғана ойлап қалған дүние қор адамның бейнесін суреттейді. Ауыр және қатты материалдарды қолдана отырып, Дәурен нәзік тақырыптарды қозғайды. Гранит, керамика, қола және күмістен жасалған әрбір еңбектің өзіндік тарихы бар. Рухани мән-мағынасы тереңде жатқан періште мүсініне автор ерекше көңіл бөлген. Үстіміздегі жылдың сәуір айында жас мүсінші Дәурен Төлегенұлы Досмағамбетовтың көрмесі ашылды. Осы экспозиция 4 бөліктен құралған. Осы экспозицияның осы бөлігінде әйелдер бейнесін көруге болады. Заманауи әйелдер бейнесіне арналған көрмеміз. Егерде мына мүсінде тоқталсақ, бұл заманауи мықты және тәуелсіз әйелдердің образы деп көрсетілген. Дәурен Досмағамбетов осындай авторлық көрмелерді ұйымдастыру арқылы көпшіліктің ұлы өнерге деген қызығушылығын қайта оятуға өзіндік үлес қосуда. Көрмедегі 20-дан астам туындының тарихы мен ерекшеліктері жайлы әрбір қонақ мүсіншіден және музей қызметкерлерінен толық ақпарат ала алады. Көрме сәуір айының соңына дейін жалғасады. Келемдеушілерге есік ашық. Бексұлтан Нұрланұлы, Станислав Фролов, Жаңа күн.